Сәлеметсіз ба? Менің атым Нұргүл, 35-темін. Қызымыз екеуміз сол Тараздан келдік. Сол жұмыс бабымен келгенбіз ғой. Сол өзім столовыйда жасаймын, жұмыс орным жасағанмын. Қазір карантинге байланысты үйдемін. Кондитер, сол жандай. Столовыйдың жұмыстары ғой, тамақ пісіреміз, сондай. Қызым бар, садикке барады. 4-ке келеміз ғой, мартта бұйырса. Қыздың дұрыс сөйлей алмайтын, дұрыс жаңағыдай сақауланып, дұрыс бір жеткізе алмайды, ауырғанда да көп ауырады, қатты ауыратын, скорый шақыртып, қайта сондай болатын. Сосын температура көп болатын, бір апталап түспейтін температурасы. Сөйлей алмайтын болсын, өзімді түсінбейтін. Көп неврологическийде ауырады, сөзге түсінбейді, қой дегенде түсінбейді. Сондай болатын. Сосын ішегі ауыратын, дұрыс тамақтанбайтын, аппетиті жоқ болатын. Сосын жаңағыдай гипоксия несімен туылды ғой, ол туылған кезде. Сол қазір дорамаларында ішкелі шүкірміз деп айтпай, бәрін түсіндіреді, айта алады, тыңдайды. Өзі жеткізе біледі, айтып. Ішегі де дұрысталды. Сосын памяті де жақсы болған. Бәрі жақсарды қазір, жақсы болдық дорамаларында. Сол тамақ өзінің қарны ашқанда сезіне алмайтын, тамақ ішесің ба деген сұрам. Далаға шығасың ба, даладан кіресің ба? Болды, үйге кіреміз, жаңағыдай қой дегенді былай түсінбейтін андай бір. Айналып жүре береді, бір орында отырмайды. Андай мазасыз болатын. Мазасыз. Қазір қой деген түсінеді, өзі жаңағыдай өзі айтады қазір. Маған осындай керек, қарным ашты, бүйтіп ішін ұстайды, қазір кушать деп, орыс группада ғой енді. Сол кушать етем, далаға хочу, өзі айтады. Қазір аппетит жақсы, шүкір, садикте де жақсы дейді, апайлар да жақсы деп отырады ғой, аппетит жақсы деп. Добавкамен ішеді, тамақты деп, сосын садик неде занятие болады ғой бізде, сонда қолын көтеріп, қазір не деуші еді, кругозорный болған да қазір. Өзі қатысып, өзі араласып, балдармен де бұрын ойнамайтын бір, дұрыс балдармен де. Тіл табысулары қиын, жатырқап, қосылмайтын да коллективке. Қазір балдармен де, қыздармен де өзі конструктормен ойнайтын болған қазір. Өзі құрастырады, өзі шашып, өзі жинайды қазір. Бұрын ондай конструктор деген затты түсінбейтін. Дорамалиннен көп көмегі болғасын, мен осыны пайдаланып жатырмын да. Дәріде көрдік бе, дәріден пайда болған жоқ. Невропатологқа бардық, олар дәрі жазып береді, мынандай дәрі жазып береді, одан түк пайда жоқ. Әсері болмады ешқандай. Осы дорамалинді ішкелі қазір жақсы болдық. Неврологический де жақсы болған, жақсы адамдар түсініп біледі. Мысалы, кімнің ұрсып атқанын, кімнің не деп атқанын түсініп тұрады. Қай кезде қалай не алуды біледі да қазір. Қазір біледі. Осыны ішкелі. Ішегі тұрмайтын еді. Тамақ ішкен тамағы сол моментте не алып кетеді. Каракет анаяққа бара ғой. Әпкен қасына бар. Сөйтіп деген тыңдайды да қазір. Ал бұрын тыңдамайтын, вообще тыңдамайтын. Өзіме жүгіріп беретін еді. Қазір жақсы, шүкір. Ішегі тұрмайтын еді. Ішкен тамағы ас тұрмайды да ішіне. Іші өтіп кетеді. Жап-жасыл болып, запахпен болып, сондай болады, жаман болып кететін іші деген. Ішекке де көрдік. Инфекционныйға жаттық қой қайта біз. Сосын басы гипоксия. Сондай, қазір ол гипоксиясы жоқ қазір. Ол жоқ кеткен, ол жоқ дейді. Қаратам ғой больницаға. Бізде көбінесе қиналғанымыз ішектен еді. Ішектен температура, простуда көп болатын сосын бізде. Жөтел, қатты жөтелетін. Жөтелі деген бір апта больничныйға көп шығатынбыз. Жөтел де кетпейтін еді. Кашляды, простуда, моннан көп не кететін. Қойдырамайтынбыз, врачтың жазып берген дәрісін де жазып береміз. Үйдің бір аптека болатын еді. Қазір ондай аптекадан дәрі алмаймыз, қазір жақсымыз деп айтайын. Жақсы болған нәрсеміз жақсымыз деп айтамын ғой. Осы дорамалиннен жақсы болдық. Көп, қазір ішіп сұрап ішеді ғой, жақсы көріп ішеді. Холодильникті қоямыз ғой, біз холодильник сақтаймыз ғой. Холодильникті ашып тұрып, өзім до конца бутылкасымен ішем дейді ғой, банкымен ғой. Оны айды да, ішінде яблочный соктың несі бар ғой. Сосын жаңағыдай ішінде морской не бар,
ұнатады дәмін да. Дорамарин өніміне көп рахмет. Осы дорамаринді кездестіргенімізге қуаныштымыз.